Құрметті қазақстандықтар, ағайындар, бүгін Ресей Федерациясы біздің бауырлас, тағдырлас досымыз Украинаға әскери басқыншылық жасады. Путиндік Ресей таңғы сағат 5-те опасыздықпен және арамдықпен бейбіт жатқан елге шабуыл жасап, Украинаның қалаларын бомбылап атқылай бастады. Оның үстіне Ресей қарулы күштерінің негізсіз шабуылына ешқандай себеп болған жоқ. Украина тыныш жатқан ел, ешқандай шабуыл жасаған жоқ, күш қолданбады, қарулы қақтығысқа әкелетін ешбір әрекеттерге бармады. Соған қарамастан жауыз ниетті Ресей шабуыл жасады. Ал бұның салдары Ресейдің өзіне және көршілес елдер үшін апатты және жойқын болуы мүмкін. Бүгін бәріміз бауырлас Украин халқымен біргеміз. Бүкіл әлемдік қауымдастықтарды, ұйымдар мен бірлестіктерді Путиндік Ресей бастаған соғысты тоқтатуға шақырамыз. Бұл күтпеген соғыс ауыр зардаптарға және апатты өлім мен қайғы қасіретке әкелуі мүмкін. 20 ғасырдың ортасында фашистік Германияның дәл осындай агрессивті әрекеті бәріміздің есімізде. Гитлермен ымыра жасау және әлемдік державалардың әрекетсіздігі сол кезде үлкен апатты салдарға, жүздеген миллион құрбандарға, адамзатқа қарсы қылмыстарға, Холокостқа және сайып келгенде Нюрнберг соттарына әкелген болатын. Қазір бүкіл әлемдік ұйымдар үшін ең басты мәселе үшінші дүниежүзілік соғысқа әкелуі мүмкін оқиғалардың дамуына жол бермеу. 21 ғасырдағы өркениетті әлемде Ресейдің агрессивтік әрекеттеріне қатаң түрде тосқауыл қойып, мүлдем оларға жол бермеу керек. Біз бәріміз бауырлас Украин халқы үшін дұға етеміз. Қазақтар Украинаны әрқашан қолдаған және келешекте де қолдайтын болады. Бүгін басталған әскери қақтығыстың бейбіт жолмен шешілуіне біз үміт артамыз. Украинаны қазақ халқы әрқашан қолдайды. Слава Украине!